Достар, ассаламу алейкум, біздің каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өте ащы болайын деп тұр. Бүгінгі біздің тақырыбымыздың аты психосоматика, айнала айна деген секілді түсініктердің барлығын талқылау, дұрыс не бұрыс екенін. Сондықтан да бүгін видеоны до конца көріңіздер. Бүгін осы нәрсені толықтай талқылауға бізге қонаққа Нұржан Смағұл ұстазымыз келіп отыр. Бұл кісі Нұр Мүбарак университетінің аға ұстазы және де докторант, ислам ғылымның усул фих және ақида маманы. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Қалайсыз, амансыз? Өзіңіз туралы кішігірім айтып өтсеңіз, таныстырып оқырмандарға. Мен енді қайтып айтсам болады екен. Сол мен жаңа өзің айтқандай, негізі шәкірттер тәрбиелеймін, шәкірттер тәрбиемен айналысамын. Осы ілім шариғатында жүрміз. Енді әйтеуір қатты жақсы ма, жаман ба, әйтеуір жүрік осы ілімде. Жаңағы кітаптардан сабақ бердім шәкірттермен, фих, ақида, усул фих бойынша. Сол осы ілімде жүргеніміз 10 жылдан асты, 13 жыл, 14 жыл ма. Жалпы бүгін біздің тақырыбымыз психосоматика, айнала айна. Қазір көріп жатсыз, Қазақстанға жалпы осындай түсінік батыс психологиясымен біздің ислам дінін бірге қоса келе бір үлкен түсінік қалыптасып отыр да, қатты хайп жасап отыр деп айтсам да болады. Көп адамның бүкіл особенно мынау намазхандардың айтқанда осы психосоматика темасын қатты кіргізіп жатыр сол кісілерге. И осы бойынша кішігірім талқылау өткізсек деп едік. Кімді айтайын деп тұрсың? Төлбек ұстаз бар, Табиғат Қалтай, Дәурен, Эльмира деген кісілер бар. Жақсы. Осының кісі және оның шәкірттері өте көп. Оның айтып жатқан адамдар біледі ол туралы. Болды. Сұрағыңды қой. Мәселе бұл кісілердің личностына кету емес, тек қана бағанандай именно солар айтып жатқан нәрсені талқылау. Оның заттары, о кісінің сондай болып жаралуы, немесе сондай кейіпте болып бұл Алланың ісі да, бірақ айтып отқан сөздері оны ихтиярдан өзің таңдаумен жасап отқан іс-әрекет. Сондықтан біз оның кінәлі болуы, оған бір себебі бар іс-әрекет үшін әңгіме айта аламыз да, бірақ оған қарым-қатынасы, оған іс-әрекеті жоқ, әсері жоқ, затына әңгіме айта алмаймыз, өйткені ол Алланың ісі да. Сондықтан оның сөзіне әңгіме айта аламыз, сөздеріне қайсысы исламға сай емес айтып берейін иншалла. Алланың насіп етсе ілім. Жалпы біз бұл нәрсені подкастты шығармай тұрып, бірінші рилс шығарған болатынмын. Мен осындай подкаст шығарайын деп жатырмын деп көп адамдар мен қолдаған болатын. Және де ол кісілердің жалпы ютубтағы ақпараттар бар, подкасттағы ақпараттардың барлығын бір ай бойы зерттедік. Бірнеше адам болып зерттедік. Талқылай келе, ойлана келе, мен сізге қазір өзім біраз сұрақтарды тиіп келдім. Және де өзім туралы айта өтейін, мен осы кісілердің шәкірті болып, 1,5 жылдай осы кісілердің семинарларын толықтай өткенмін, және де консультациясын біраз алған адамдардың бірімін. Сол адам ретінде мен сізге сұрақ қоямын. Сіз соған бана ислам тұрғысынан жауап берсеңіз болды. Жалпы бірінші сұрақтан бастай берейік, созбай. Жалпы мынандай бір сұрақ. Бала ауырса, ата-анасының қарым-қатынасындағы проблеманы шешу үшін ауырады деген түсінік қалай? Бұл проблеманы шешу үшін деген қандай екен? Негізі былайша айтқанда бала ауырып отыр, өйткені әке шешесінде проблема бар, сол проблема шешілу керек деген әңгіме ме? Сол кезде баланың ауруы Алла Тағала именно әке шешесінің проблеманы шешу үшін ба? Неге етіп шешті екен? Қайдан алды? Қарашы, Айдархан, мен саған айтайын. Бұл ақида деген шаруа сондай. Ақида деген шаруа үлкен нәзік шаруа да. Сен мәселен ойыңа келгенде айта алмайсың ақидада. Сен шариатта бір стандарттар бар, ми'яр деп аталады. Сен соның стандарттан шықпайсың. Бұл кім жасады деген кезде, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ақидасын ғалымдарымыз бірге кітаптарына, абсолют ғалымдар классикалық еңбектер бар, который бүкіл үммет ахлу сунна мойындалған, сол кітаптарда баян етіледі. Имам Тахауидің деген сияқты, Имам Тахауидан кейін бергі имам Насафи, Абу Муин Насаби, Абу Хаср ан-Насафи, одан кейін жаңа Баздауилер болсын, ақидадан тұрғысынан айтып жатырмын. Жаңағы үлкен классикалық Шарх Тафтазани, одан кейін Абу Хасри жазған, одан кейін Абу Баракат ан-Насафидің И'тимад фил и'тиқад, көп енді еңбектер, Ләмиши бар. Сол кітаптарда біздің ақидамыз баян етілген. Имам Тахауи өзінің кітабында айтады, ақидат Тахауи дегеніміз бұл баян дейді. Біздің мазхабтың ақиданың, Абу Ханифаның, Абу Юсуф Мұхаммедтің, яғни Ахлу суннаның ақидасы қандай болу керек баян дейді. Осы жерде кітапта біреудің амалы үшін ауырады деген нәрсе жоқ та. Бірақ бұл сенімнің мәселесі, бұл ақиданың мәселесі. Сен былайша айтқанда бұл сөзің қазір былай айтқың келіп тұр ғой. Сен ауыратын болса, міндетті түрде әке шешесінде болып жатқан проблема үшін. Кім айтты?
сол кезде басқа нәрсе үшін болуы мүмкін емес па? Алла тағала біреуді сынап, Алла тағала мүмкін біреуге дәрежесін көтеру үшін ауыртуы мүмкін. Кім айтты саған әке-шешесін ауыру үшін, проблемасын шешу үшін деп? Қаяқтан алдың информацияны? Бірнеше вариант қана. Либо сен Жибрилмен сөйлесесің, либо Алладан өзің уақи қылып аласың, либо ғалымдарымыз айтты дейсің ахлу суннат. Ғалымдарымыздан кім айтты? Мен сұрақ қойғым келеді да, оны қайдан алдыңыз? Бұл жерде ислам деген нәзік нәрседе, Айдархан, ойыңа келгенде сөйлеуге болмайды да. Енді қазір впечатлять етемін деп адамдарды андай бір тылсыммен адамдарды баурап алам деп неше түрлі нәрселер алып келеді да. Қазір қаншама проблема. Білесің бе сен қазір бұл сөздің артында қанша проблема тұр? Мәселен, әке-шеше ауырады деген кезде, әке-шешенің арасында проблема үшін балада ауру келді деген сөз, сен қазір енді сол кісінің артынан еретін адамдар бар ғой. Қазір өздерінен не іздей бастайды? Баласы ауырып қалса, проблема іздей бастайды. Біздің проблема үшін ауру жатыр деген сөз шығады. Ол ертеңгісін семьяның арасының бұзылуына алып келеді да. Ол депрессия қой, ол таса. Ол қалай айтты, кім айтты? Мен таң қалам да, ол кісі қайдан білді? Бүйтіп рұқсат беруге болмайды адамға сөйлеуге. Ол кісі қазір өзінің не істеп айтып отқанын біліп отса екен деп ойлаймын. Мен ертеңгісін последствиясын біліп отырмын. Негізі қанша адамның ойына улап отқанын. Егер ол кісі мен білмеймін, шариаттың маманы ма, маман емес па? Негізі шариаттың маманның сөзінен аузынан шығатын дүние емес. Егер шынымен де ислам ілімінің ақидасының маманы болатын болса, ол біледі бұндай нәрсе айтылмау керек екенін. Бұл болмайды ол айтылуға. Бұл былайша айтқанда, мен білемін Аллах нені қалап тұрғанын деген сияқты ғой. Кім айтты сен Алланың қалауын білесің ба? Кім айтты саған Алла оны ауыртып тұр, әкең шеше? Қаяқтан біліп қойдың сен Алланың сөйтіп алып тұрғанын? Қайдан білдің сұрақта, сен қайдан білдің оны? Сездім десеш. Мен саған айтайын. Мен жаңағы айтқандай ғой, менің бәрі өшіп қалып, камерада өшіп қалып қайтадан айтып жатыр ғой, сол себептен қазір айтайын деп жатырмын, тағы да екінші рет қайталап. Шариатта любой классикалық еңбекке кіретін болсаң, мына шариатты білетін адамдар исламда кез келген классик еңбекте мына ақида мәселесіне кірместен бұрын ақиқатты немен біле аламыз? Бір нәрсеге қатысты ілім болу керек қой бізде. Мынау домалақ, мынау тәтті дегенге бір белгілі білім ғой. Соны білу үшін жолдар көрсетіледі. Ақида кітаптарында бірінші әсбабул илм деп кіреді да. Сол жерде ғалымдарымыз айтады, бір нәрсені білу үшін дейді, біз үш себеп қолданамыз дейді. Біріншісі ақыл, екіншісі бес сезім мүшесі, үшіншісі бұл хабар мутаватир дейді. Көп хабар, сен одан күмәнданбайтын. Яғни ақыл кейбір нәрселерді анық біле алады. Бәрін абсолютно дей алмайсың, бірақ ақыл шамасы жетеді кейбір нәрселерді анық білуге. Мәселен, мына жерде бір голый тоқ жатса, сен тоқты ұстайсың ба бар? Жоқ. Неге? Өткен тоқ ұрады. Тоқты көріп тұрсың ба? Көріп тұрмын. Тоқ көрінбейді ғой. Тоқты ма? Жалпы тоқты көріп тұрған жоқпын. Шнурды көріп тұрмын деген ғой. Немен көріп тұрсың сен оны? Значит, ана ішінде тоқ бар екенін немен көріп тұрсың сен? Ақылмен көріп тұрсың. То есть ақыл определенный моментте саған бере алады да үкім. Mesela айтасың, бір қосу бір, екі. Қайдан білдің? Ақыл. Определенный моментте бере алады. Бірақ нәзік мәселелер бар, әсіресе шариаттың ішіндегі, әсіресе Алланың сифаттарына қатысты, Алланың сифаттары бар, кейбір ақылмен табылады. Мысалы, Алланың жалғыз деген, не болмаса Алла бар деген ақылмен табу керек. Өйткені сен қазір мысалы бір Иванға барып Алланың барлығын көрсету үшін Құраннан дәлел әкелсең, Иван айтады ғой соған. Енді ты че, Айдархан, я не верю в твоего Господа, ты Құраннан әкеліп жатсың ба деп. Осы жерде общий площадка болу керек, Иванды да сендіре алатын. Алланың бар екені ақыл жеткілікті. Бірақ ішкі мәселелер бар ғой. Мынаны не үшін құлатты Алла Тағала, баланы не үшін ауыртты деген, бұл ғайби нәрсе, бұл сен ақылмен шеше алмайсың бұны. Мысалы, мына қабір азабы бар ғой. Қабір азабы мәселесінде біз ақылмен шешуге тырыспаймыз. Самаият деп аталады бұл бөлім. Ана ақиданың ішінде қабір азабын, қиямет деп аталатын жағдайлар бар ғой. Сол туралы айтылады да ақиданың ішінде. Бірақ ол бап білесің бе не деп аталады? Самаият. Естілген бап дейді. Естілгеніміз пайғамбар саллаллаху қалай айтты, сонымен бекітеміз. Неге деген кезде, сен барзах әлемі, қиямет деген ақыл жүрмейді ол жерде. Ақыл осы дүниеде жүреді да ол. Енді сен қазір Алла Тағала балада ауру берді, ата-анасының күнә үшін деген кезде, сен қайдан білдің бұл ғайби илімді? Қайдан білдің? Алла, сен бұны білетін жолың, Макс, білетін жолың, не Алланың білімін біліп тұрсың? Алланың білімін біліп тұр дегеніз, бұл не сұмдық бұл? Ғайыпты білем деген сөз. Не болмаса сен сезіммен ұрып отырсың. Ақылға салынбайды.
Екіншіден, жарайды, екінші жол бар дедік, бір нәрсені ақытын ажырату, ақиқатын ажырату. Ол бес сезім мүшесі. Бес сезім мүшесі. Мысалы, біз мынаны көріп, белгілі бір біле аламыз. Так, мынау прозрачный, мынау асты, компот, қоңыр цвет. Белгілі бір ақиқат біле аламыз да. Иіспен де так иіскейміз. Иісі мынандай екен, алма екен, мынаны қара цвет екен. Бір звук естисің да, о, мына домбыраның дауысы, иә, деп айта аласың. Анық бір ақиқатты біле аласың да сен. Дәмін көресің, мынау дубайский шоколад екен дейсің, иә, мәселен. Дұрыс па, Макс? Иә, бес сезім мүшесімен істей аласың сен. Енді балаға ауру келді, ата-анасында болған проблема үшін десең, бес сезім мүшесіне қарап біле аласың ба сен? Жоқ. Қаяқтан көріп тұрсың ба ауруды? Қаяқтан мен таңғаламын, мен вообще таңмын, мен қаяқтан біліп қойдың сен оны өйтіп? Қай кітапта айтты? Бір ғалым айтсыншы, хотя бір қай кітапқа сүйендің? Дәл осы бойынша тағы бір сұрақ қойып Жоқ, мен бітпедім қазір. Үшінші мәселе тұр да. Иә. Үшінші мәселе, біз айттық, кейде хабар мутаватир бар ғой, көп хабар саған айтады бір нәрсенің ақиқаттығын. Мәселен, Лондон бар ма? Айдархан? Бар. Көріп келдің ба, көзімен көрдің ба? Жоқ. Енді не, қаяқтан білдің бар екенін? Хабар келді. Көп сен ойлайсың, әлем келісіп сен алдауы мүмкін емес қой, дұрыс па? Әлем келісіп алып, Айдархан алдайық, Лондон бар деп айтайық, бұл мүмкін емес нәрсе да. Сондықтан, мысалы, Осман империясы болған ба? Болған. Қайдан білдің? Болдың ба сен сол кезде? Жоқ. Хабар. Енді қараш, ананың баланың ауруы, то есть баланың ауруы, әке шешесінің проблемасынан деп Алладан саған көп адам келіп хабардар етіп тұр ма сені? Қайдан білдің? Өзі ғалымдарымыз, ақида ғалымдар айтады, үш ақ жолмен ақиқатты біле аласың дейді да сен. Бізде бар мүмкіндігіміз болды. Енді бұл үшеуімен белгілі болмаса, кірмейді бұл үшеуінің астына болмас вопростың білінуі. Ғайып та. Енді сен вариант, сен интуиция, мен сездім. Бір айтады ғой, білесің ба? По-моему, барғанымыз дұрыс емес. Орысын жасағанымыз дұрыс емес. Мен сезіп тұрмын деп айтады ғой. Бұл илхам деп аталады шариғатта. Бұл құжат ретінде жүрмейді бұл. Енді қазір біз ол Төребектен сұрасақ, қайдан білдің мына баланың әке шешесіндегі болған проблеманы шешу үшін ауырып жатқан? Қайдан білдің сен? Мен чувствую дейсің. Чувствуың не? Біз адамның сенімі туралы сөйлесіп жатырық қой. Адамның ақидасы неге сеніп, неге сенбеу керек? Сен на чувство құрасың ба сол кезде сен? Бұл адамның сенімі, ақидасы, шариғатта былай, кімнің ақидасы дұрыс болмайтын болса, оның құлшылығынан пайда жоқ дейді. Бұл кісінің қазір айтып жатқан мәселелердің бәрі ақидалық вопростар. Бәрі ақидалық вопростар. Жоқ, қайдан білді ол? Қайдан білді? Тәжірибе ма? Тәжірибеге сүйендім бе? Тәжірибе құжат емес шариғатта. Құжат зонни дейді. Мындай басқа болып кету ықтималдығы бар құжатта. Точно солай деген құжат бола алмайды. Сондықтан да мен айтқым келеді да, о кісіні тыңдап жатқан адамдарға. Барып тыңдайсыздар ма? Сұраңыздаршы, қайдан алдыңыз? Бір сұрақ, қай кітапта келген? Сіз қазір о кісі шариғаттың артынан сөйлеп жатыр ма? Айдархан, шариғатта былай деп жатыр ма? Қайдан алды, қаяқтан алды о кісі? Оқыған ма, бір жерден келген ба о кітап? Бір кім айтқан? Абу Хафс айтты ма? Кім айтты? Баздауи айтты ма? Ләмиши айтты ма? Кім айтты ол әңгімені? Ибн Мәлік айтты ма? Кім айтты ол әңгімені? Бізге айтсыншы ол әңгімені кім айтты екен? Бұл қазір о кісіге айтар едім негізі көп ойлансын деп. Ол кісі қазір көп проблема жасап жатқан сияқты елде. Қазір ақиданы бұзу деген өзі сұмдық нәрсе бұл негізі. Айта бер. Келесі бір сұрағымыз осы бір алдында бір осы кісілердің подкастын көріп отырдық та, и сол жерде бір стакан су тұрды енді подкаст болып жатқаннан кейін. И подкаст басталмай тұрып болған оқиғаға дайындалып жатқан кезде былай нечаянно қолын бүйтіп түртіп, ана суды құлатып алады, су төгіледі. И сол кезде сол оқиғаны подкастта айтып беріп жатады. Мен байқасаң бағана андай телефонмен отырдым, и сол жерде бір кісімен сөйлесіп, бір кісіге уақытым жоқ екенін білдірдіп, өзімнің бір тәкаппарлығым сезілген еді. Мен сол бағана суды төгіп жүргенім, Аллахтың маған берген бір белгісі, сен тәкаппар болма деген сияқты. Типа су төгілді, бұл жерде мен страдать еттім. Мен өз-өзіме бір түсінік сабақ алу керекпін деген сияқты бір айтады да. Түсіндіре алдым ба сізге? Түсіндіре алдым. Кім? Айдархан, қарашы. Дүниеде болып жатқан әрбір құбылыстан Алланың бір хикметін іздеуге болады да. Бірақ одан бір мынау үшін деп сен айтуға хақың жоқ та. Хикмет дегеніміз не? Мәселен айтамыз. Алла жамандықты жаратты ма бұл дүниеде? Жамандықты жаратты, көп нәрсені түсіну үшін дей аламыз да. Обобщенно айта аламыз. Бірақ бұзылысқа құлады.
потому что менің тәкаппарлығым үшін ишарат қылып келіп тұр. Мен вопрос бір қайдан білдің? Сезім дейді да. Сезім, мен айтып отырмын, сезім құжат болатын дүние ма? Сен айтасың ба, мәселен, сен күнә. Неге күнә деп сұрасаң? Сезіп тұрмын. Құжат па бұл? Жоқ. Сезіп тұрмын деген не нәрсе бұл? Бұл сезім деген не нәрсе бұл вообще? Ешқандай құжат болмайтын нәрсе ғой ол. Сондықтан да бірақ сұрақ, қайдан білдің? Ақидада жоқ, бір классикалық еңбектерден әкеп берсін бізге. Жоқ. Халықтың қазір миы адасып жатыр қазір бұдан. Әкеп берсін. Бір, екіншіден, мынау батынит деген топтар болған. Батынит дегеніміз мынау сыртқы мағынаны тастайды да, постоянно сокровенно іздегісі келеді. Мынау Құранның аятында да оқыған кезде сыртқы мағына беріп тұр Құранның аяты. Жоқ, сыртқы мағына емес. Бұл жерде терең басқа жатыр. Сыртқы мағынаға қарамайтын болатын болсаң, сен адамның арасында әлемде қарым-қатынас бұзылып кетеді. Сенім жоқ адамға. Мен мысалы айтсам, кім Макс мынаны іш десем, простой қарым-қатынас қой. Егер каждый сыртқы мағына болмайтын болса, ішіп жатқан кезде неге іштің? Мен оны меңземедім. Бұл жерде сокровенный бір нәрсе бар еді. Сен неге түсінбедің деп. Ол қалай қарым-қатынас болады адамда бір-біріне? Сен мен жаңағы айтқандай, сен барасында біреуді өлтіресің да сен, не болмаса біреуді өлтіріп қойса, ода кінә жоқ. Бұл жерде бір ана кісі дұрыс емес болып тұр ғой. Біз кейбір нәрселер бар, сен үкім беруің керексің. Ол убийца. Алланың мұрат мақсаты бар ма? Алланың мұрат мақсаты өзінше бөлек. Сенің мұрат мақсатың бөлек. Сен біле алмайсың. Бұл қазір хаос болады да бұл. Бұл адамның миы қалай шыдап жүр деймін. Ол хаос болады қазір. Сен андай идеямен, идеологиямен өмір сүрсің қазір. Әрбір нәрсенің причинасы. Бүйтіп қалды. Диктофон өшіп қалды. Бұл адамның психикасы кетпейді ма бұл? Кетеді. Бұл мысалы бір өйсіп айтса, мен Құранды тастаймын, жаттап жүрген шәкірт. Мен күнде шәкірттеріме сөйлесем мотивация. Сол кездегі шәкірттер бар, ұстазым қанша жаттасам да миыма кірмейді. Сол кезде өйстіп айтуға бола ма? Мен миыма кірмей жатыр. Значит, Алла қалап жатыр, мен жаттамам. Айтуға бола ма? Жоқ. Ол айта алмайсың өйтіп сен бұл дүниеде Алла Тағала әрбір нәрсе үшін беруі мүмкін ғой. Мысалы саған басыңа Құран жетпей жатса, біріншіден сыналып жатқан шығарсың. Екіншіден сабыр сақтап көп сауап алатын шығарсың. Бұл егер сен кішкентай нәрсе істелмей тұрып, жоқ, бұл Алладан маған белгі деп айта беретін болсаң, сен қалай өмір сүресің? Сондықтан да мен саған айтайын, бұл жерде даже тіптен Алланың әділдігіне қатысты бір нұқсан болып кетуі мүмкін. Ол кісі білмейді ау не істеп жатқанын. Өйткені мәселен кішкентай бала ауырып жатыр, басқа әке-шешенің проблемасы үшін, достастыру үшін десең, сен біреудің күнәсін айдаладағы біреуге барып зиян жасап жатсың ғой сен. Ол әке-шешеде болған проблема қандай балаға қатысы бар оның? Сен Алла әділ емес па? Сол кезде Алла біреудің күнәсі үшін біреуді қинай бере ме сол кезде? Бұл дегеніміз кәдімгідей нұқсан бұл. Мына Жабрит деген топ болған, жаңа батыния топ дедік қой, оларды қате болып есептеледі. Почему? Потому что әрбір нәрседен сокровенно іздей береді, тылсым. Бұл болмайды. Тылсым іздеймін дегеніміз бұл Алланың ілімін мен біліп тұрмын деген сөз. Алланың білімін біліп тұрмын дегеніміз мен Алламын деген сөз. Алла өзін мақтайды, білесің ба? Қалай Айдархан? Мен білемін, сендер білмейсіңдер деп мақтайды. Сен бәрін біліп тұрсаң Алланың ілімін. Онда Алла не үшін мақталынады? Не өзгешелігі бар бізде? Алла мақталынады, айтады, «Ауиджхару қаулакум, асирру қаулакум, ауиджхару би». Іштен айтыңдар, сырттан айтыңдар сөздерінде. Мен білемін оны дейді. Енді бұны яқта төребек отырып, айтатын болса мынандай ақиданы, мен білемін мынау құлағаны, мынандай себептен дейтін болса, оның қандай айырмашылық болып қалды? Бұл Алланың таухид, бәрінен қарағанда Алла білімді деген кетіп қалады да бұл. Бұл о кісі, жалпы мен айтар едім негізі, шариат маманы ма екен, маман емес пе екен ол. Бірақ менің сөзіне қарасам, ешқандай шариат маманына қатысы жоқ деп ойлаймын. Енді бірақ ол кісі не айтуы мүмкін, ана әулиелік, бізде шариат ислам не үшін берілген? Бір стандартизация болу керек та. Определенный ғалымдарымыз қойып қойған, сол стандартизациядан шықпайсың да сен. Егер біз қазір адамдардың бәрін өзі қалай бар, навим отсақ қойған, үкім шығаруға мүмкін бере беретін болсақ, бұл исламнан не қалды бұл? Оны сен навим отсақ кетуге болмайды оны. Осыдан бір мен айттым ба айтпадым да есіме шығып тұрды. Айтқан болсам екінші рет айтып тұрмын. Осы кісіні мен 1,5 жыл бойы тыңдадым.
бір жарым жыл бойы былай айтқанда шәкірт болдым, бүкіл семинарларына қатыстым, жеке терапиялар алдым, консультациялар алдым. Қанша ақшамен ба? Иә, ақшамен. Каждый ситуация несіне төлейсің ба сол кезде? Иә, мысалы, допустим, бір проблемадан проблема болып кетеді, анандай бір ситуациялар болып кеткен кезде, енді ол кісінің консультация аласың да, сол проблеманы шешуге тырысасың короче, былай айтқандашы. И орын алуға тырысасың деген сияқты. Қазіргі уақытта ол кісілерден консультация алу почти нереально деп айтсам болады. Өйткені мен талай уақыт тырыстым, бірақ ала алмадым ше. Орын жоқ, короче, былай айтқандашы. Алдын ала представить. Адамдарға сондай нәрсе керек қой өзі. Бір сакрат бесплатно беріп жүр қой, Құдай. Иә. Бірақ менің айтпағым, қараш, бір тылсым болғысы келеді. Мысалы, даджал мәселесін айтып отыр ғой, жаңа көріп отыр видеосын, иә? Сол ма сұрақ қойын деп отқаның да? Жоқ, мен сізге бір күшті нәрсе айтқым келіп тұрғаны, бағана жалпы осы бір жарым жыл бойы оқып келдік, түсіндік, и бір кезде жүрегіме күмәндар келе бастайды ғой. Каждый семинарында отырған кезде 6-7 сағаттық семинарына қатысқам да, каждый сабағына. И жүрекке күмән келеді да, что-то не то деген сияқты. Бірақ оны бүйтіп сұрайтындай, бүйтіп анда ютубтан бір кездері күмән келгеннен іздей бастадым да. Төребек бағанағылардың дұрыс емес пе екен деп инстаграмнан, гуглдан іздедім, таппадым, бірақ ешқандай бір қарсы келген не болмады. Жалпы миссиямыз айтқым келіп тұрған ғой. И осы тыңдап жүрген адамдардың жүрегінде уверенмін да 99% ол жүрегіне күмән келген. Сол күмән келген адамдар үшін түсіріп жатырық та видеоны, ертең Алла разылығы үшін сол адамдар көрсін деп ше. Адамдар көріп, нағыз ақиқатты, шариғат бойынша ол нәрсе бар ма, жоқ па деген сияқты. Жалпы ол кісіден мен бір терапия алған болатынмын, сол бір история, кішігірім. Бір нәрседен қорыққам, қараңғыдан қорыққам. И кішкентай кезімде бір подъезден қорқып қалғам ғой, енді бізде 3-ші этажда тұратынбыз, 1-ші этаж, 2-ші этажда свет болмайтында, и жүгіріп шығып кететінбіз ғой. Сол кезде мен бауырларым біледі мен қорқатынымды. И мен қорқытқан ғой қатты айғайлап сол жерде ше. И сол кезде қорқып қалып, мен қазіргі уақытқа дейін былай айтқанда қараңғыдан қорқамын деп айтсам болады да. И сол кісіге бағана консультацияға бармайын ба? Осы сұрақ қоймайын ба? Ол кісі бүйтіп айтады, отыр дейді. Ол бұл нәрселерді мен айтып жатқан ақпараттарды ол кісі подкасттарда ешқандай жерде айтпайды. Бағана алдындағы қойған сұрақтарым олар подкастта бүкіл дәлелдермен бізде бар. Мына терапияда болған информация ол подкастта жоқ, ол менің өмірімде болған нәрсе. Жалпы консультацияға кіремін, отырады, көзің жұм дейді. Бағана оқиғаны айтып бердім, одан кейін көзің жұм дейді. Бағанағы оқиға болған жерге бар дейді ғой, короче, подъездге. Мен бардым деймін. Сөйтіп сол қорқынышың қандай формада дейді. Мен айтамын домалақ деймін. Қандай түсті дейді. Мен қара деймін. Қанша салма қанша дейді. 5 килограмм деймін. Соны ал дейді. Алдым деймін. Мамаңа апар дейді. Мамаңа апардым. Бер дейді ғой. Бер. Бердің ба дейді. Бердім деймін. Тағы да бер дейді ғой, короче. Сөйтіп отырады, көзіңді аш дейді. Нормально ма дейді. Нормально деймін ғой, короче. Айдархан, бұл жердегі негізгі мақсат ой не? Самовнушение ғой. Мен саған оны білесің бе, қалай үйренесің? Сен маған келсең, мен психологпын ғой, по-своему. Айдархан, Алладан басқа біресе зиян бере ма? Жоқ. Біре ма бірдесе зиян? Алладан. Жоқ, енді Алла қаласа саған бірсе болады, қаламаса ештеңе болмайды. Қаламаса ештеңе болмайды. Бәрі Алладан ба? Иә. Неме оны қорқасың? Бұл да менің самовнушением да саған. Ол просто жаңағы абстрактыны бір материальныйға айналдырып, сен сол самовнушение беріп отыр басқа түрмен да. Бірақ мен саған ақида тұрғысынан бере саламын. Мен саған дәлелдеме өстіп Алладан бәрі. Дұрыс па? Қалағаны болады Алланың деп. Ол тура сол нәрсесі. Бірақ самовнушение басқа жолмен келіп жатыр. Бірақ мен айтпағым, бұл біріншіден ол шариғатта жоқ. Мен бірақ саған шариғаттан бар айтып беремін. Алланың тағдыры бар деген сияқты нәрсені түсіндіріп беремін да мен саған. Ол екі то есть бұл бір. Екінші, қарашы қандай нәрсе. Бұл кісі мен білмеймін, білім бар шығар, түсініп тұрған шығар, түсінбей тұр ма білмеймін, бірақ негізгі қателік абстракциялық нәрсе, қорқыныш деген бұл қауіп. Бұл дүниеде жоқ нәрсе негіз. Қайда қорқыныш? Бар ма қорқыныш? Қорқыныш бар. Қайда? Бірақ көрінбейді. Иә, ол жоқ. Көрінбейтін нәрсе, ол қара болмайды, 6 килограмм болмайды, ол домалақ болмайды. Ол жолында емес ол. Мен саған қазір қорқынышты әкеп бер десем, сөйтіп әкеп бересің ба қолыңа ұстап? Проблема ол сені просто сендіргісі келді ме екен, әлде өзі біліп тұр ма өзі ондай абстрактылы нәрсе ондай болмайды екенін? Психологиямен жеткізген сияқты. Енді жалпы просто сен уверенность ұсыну саған болды, сенімділік ұсыну. Ол бірақ мен айтайын саған, жаңағы нәрсе абстрактылы нәрсе, қауіп дегенде ешкім сипаттамайды. Бізде ақида маманы болатын болса бәрі біледі. Қорқыныш деген килограммда болмайды, қорқыныш қара цвет болмайды, қорқыныш деген домалақ болмайды ол. Бұл абстрактылы нәрсе бұл. Арат деп аталады шариғатта, арат. Сондықтан да бұл жерде де қателік. Мен
әрбір сөзден дәлел сұрайтын едім. Қайдан алып жатсыз? Қайдан алып жатсыз? Қарашы, қазір мен тағы да осы ситуацияны пайдаланып бәрін айтқым келеді. Өткенде де бір кісі отыр, анау бір бизнесмен ма біреу, мен шариатты қатты білемін негізі дейді. Менен сұрашы, мен білемін. Ол ана бір терминдерді айтып отыр, даже термин дұрыс айтып отқан жоқ та. Бұл жолда адамдардың 30-40 жыл ойнап жүре ма? Каждый келіп сұрай беретін болса, әңгімені айта беретін болса, шариаттамын деп. Бұл қалай сол кезде бұл? Мен ойлаймын, міне дәл осы біздің маман болмастан сөйлеуіміз алып келетін проблемасы міне болып жатыр қазір. Сол маман болмастан сөйлегеннен деп ойлаймын. Енді ол кісіні мен білмейді екенмін шынымен де. Бірақ сөзіне мен баға бере аламын. Анау ақиданы білетін адамның сөзі емес. Бір әулиелік тема, бұл сопылық жол ұқсайтын сияқты, бірақ о жерде де сен көз келген нәрсені алып келіп, сопылық жол мынандай деп айта алмайсың ғой. Стандартизация бар, шариаттан шықпау керек. Сопылықтағы қандай бір нәрсе шариаттың негізгі канондарынан шығатын болатын болса, ол қабылданбайды. Қанша сен оны 10 рет сопылық десең де. Негізгі канондандар. Мысалы, өткенде біреумен сөйлесіп отырмын, естідім, маған ұстазым арақ ішсе, мен ішемін. Өйткені ол мен ұстазым ғой. Значит, ол пайданы біліп тұр деп болса, маған сен Алла кешірсін, ақымақсың ба? Сен Алла арақ ішпе десе, сен ұстазым айтса іш десе ішемін деп. Сен қалай ол сол кезде? Шариғаттың канондары бар. Сондықтан да шариғаттың канондары болатын болса, сенің ұстазың харамға жұмсап тұрса, не болмаса дұрыс емес нәрсе айтатын болса, шариғаттан тыс, онда сен ол ұстазың сөзі алынбайды, ол қанша ұстазың болса да, қанша рет тылсым нәрсе алып келсе де. Мен ол кісіден ана Төребектен сұрайтын едім, қайдан алып жатсыз құрсын, қайдан алып, соны айтыңызшы маған. Одан кейін ол ақидадағы шарттарды біле ме? Ол бір қазір бір дәлел әкеліп беретін болса, ол дәлелдің қатай дегеніміз қалай еді, бір күмәні жоқ дәлел болу керек. Ол күмәні жоқ дәлелдердің өздерінің шарттары бар. Ол Құранның аятын алып келгеннің өзінде де Құранның аяттар бөлінеді. Мұхкам, муташабих, нас, зохир, мужмал, мушкил. Ол біліп тұр ма? Ол жалпы оның бәрін біліп тұр ма? Ақида үлкен проблема екенін. Бірақ қазір оңды солды беріп жатыр. Мен қорқып кеттім негізі естіген кезде. Мен ана Даджалды бастағым келіп тұр. Даджалды ана қасындағы кісі сұрап отыр да. Даджал, что это такое деп. Ты че, это человек десе? Нет, это не человек. Уверен айтып тұр да. Қайдан білдің? Вопрос да. Қайдан білдің? Кім айтты? Мен енді нетпей қойыншы мақтанып, бірақ классикалық әдебиеттерден мен өзім сабақ берем. Ақиданың. Матруди дегеннің Ахлу Суннаның еңбектерінен, классикалық негізгі еңбектерінен кітап мен сабақ берем да. Мен бір жерде бір көрмеппін негізі. Даджал туралы әңгіме бар. Даджалдың келуіне сенеміз дейді. Және оның пайғамбарымыз айтқандай не бір жаратылыс мақлұқ ретінде сенеміз дейді. Мынандай бір телевизор, сотка деген наоборот айтылып тұр. Қайдан алдың? Сен қайдан? Маған мен таңғаламын, қайдан алдың сен? Пайғамбар сасам оны айтпаған. Пайғамбар сасам айтса екен жарайды. Даджал дегеніміз бұл мынандай нәрсені. Бұл айтып тұр ғой, батынит деген сияқты. Каждый сөзде сокровенное іздей бергісі келетін адамдар да. Қайдан алдың? Махдиді сұрап жатыр. Махди это спаситель дейді. Жақсы дейді. Бірақ это может быть человек, это может быть умма дейді. Қайдан алдың умма? Махди дегеніміз бұл умма болады деген. Қайдан алдың сен? Бұл конкретно бір адам. Ғалымдарымыз айтты, бір адам. Онда егер каждыйына позволять ететін болсақ тәсірлей беруге, ертеңгісін діннен не қалады? Макас, Айдархан, онда сен деп отырды, сезім мүшем неге айта алмасқа? Примерно деп. Айта аласың ғой сен. Сезім мүшеңе бер. Немене үшін онда ғалымдардың бәрі? Не істеп жүр ол? Негізі халықты Алла сақтасын. О кісінің өзінен емес, затынан емес. Затына қарасаң жақсы кісі сияқты. Мен енді әдепті не. Бірақ сөзі мен айта аламын. О кісінің енді шариғи маман ретінде мен айта аламын. О кісінің сөзін тыңдамау керек. Енді қалдырасың ба, қалдырмайсың ба, Алладан разы үшін келіп тұрмын мен. Опасно ондай сөздерді тыңдау. Маман емес. Хотя бы айтсын да, шариғаттың сөйлетінен сөйлеп жатқан жоқпын мен. Просто маған кажется десін да хотя бы. Бұл қазір шариғи маман ретінде айтып жатыр да, елдер дінді сол екен деп қабылдап жатыр. Қатерлі. Біз ақидан маман ұстаздар, сен өткенде айтқан жоқсың ба? Ұстаздарды біздің тыңдап что-то кемей жатыр деп. Иә. Кемейді да, өйткені біздің ұстаздар шынымен де қалай дін бар, солай айтып жатыр. Маған сен берсеңдер, Шәкәрімнің кітабы бар, мұсылмандық шарты, мұсылмандық кітабы деп аталады. Соның ішінде Шәкәрім біздің ақидамызды келтіреді. Көріңдер, сол әңгімелер бар ма екен? Ол жоқ әңгіме, ол әңгіме. Бізге ойымызға неше түрлі нәрсені шығаруға бермеген. Сен қалай өзің ойыңнан шығарасың? Пайғамбарсың ба? Жақсы. Даджалдың бір көзді деген. Бір көзді дегені. Бір көзді болды, бір көзді мақлұқ тірі жан.
бір көзді дегені негізінде бағанандай бір қырдан ғана қарайтын адам әдемі қаяқтан алды? Вот сендер барасыңдар ғой, Исмаил, бір жерге біреу барасыңдар ғой, сол кісілердің алдына келген кезде бір үкім айта ма, Макс үкім айта ма, қай кітаптан алдыңыз, қандай кім, имам Абу Ханифа айтқан ба, кім айтқан, сахаба айтқан ба, сұрашы құрсын, сұра. Сен бұл ақидаң емес па? Сен бұл ақидамен намаз оқымайсың ба? Ғалымдарымыз айтады, сенің ақидаң дұрыс болмаса құлшылықтан пайда жоқ дейді. Сен енді тура бұзылып кеткен ақида болатын болса, сен қанша намазың кетіп жатыр да далаға. Қайдан алдыңыз? Сұрақ, қайдан алдыңыз құрсын, қайдан алдыңыз? Айнала туралы айттық па аға біз, или алдыңғы видеода кетіп қалды? Айна ма? Айнашы. Айна дегенді бағана айттық, ол өшіп қалды жаңа. Бірақ екіншісін айтпады ғой? Жоқ. Жалпы осы тағы да бір маңызды сұрақтардың бірі, мен бармын, Алла бар, қалғандардың барлығы айна дейді. Қалай бұған не істейсіз? Бағана біз енді су төгіп алған мәселеге келдік қой. Тура соның несі ғой, жалғасы ғой. Мен мысалы сөйтіп отырған кезде айна десе, мен сөйтіп дедім, төке, ассалаумағалейкум, бүгін кім айтты? Қай жерден білсек болады? Құранның қай аятынан? Қай ғалым айтты? Абу Ханифа айтты ма? Сұраңдаршы. Бізде стандарт бар ғой, шығуға болмайды да. Сен өз шариғат солай, оны ойыңа келгенде істеуге болмайды да. Қараш, мазхаб, Абу Ханифаның мазхабы дейді. Сен қазір қара, Абу Ханифаның мазхабында сен тұрып, мен мына хадиспен жүрем, менің ойымша бұл былай дегенге, молодец, сен Абу Ханифада бір ғалым мазхабында бір ғалым болдың деп сен қабылдай сала ма, әлде бұл біз мазхабқа сай емес деп шығара сала ма? Сай емес деп шығара салады, өйткені сенің ойың, ақылың ешкімге не важно, өйткені сен маман емессің. Анау Абу Ханифалар уже шешкен мәселені, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, оны сен келіп, жоқ, мен ойымша былай десең, сен шариғатқа қайшы келіп тұрса, сенің ойың қалай алынады ол? Сондықтан бір стандартизация бар қойған ғалымдарымыз, усулул фиқ деп аталады, және ақида усулул дин деп аталады. Сол усулул дин бұл стандартизация басқа нәрселердің бәріне айтады. Баян, имам Тахауи айтады, баяну ақидати ахли сунна, әлу суннаның ақидасының баяны дейді, сенімі қалай болады. Оның ішінде мына нәрсе қарама қайшы, біз Аллаға ештеңені міндеттей алмаймыз деген нәрсе бар. Мына муътазилиттер бар ғой. Иzzet қараш, Алла Тағала адамға постоянно жақсы нәрсені істеу керек дейді. Айдархан, Алла Тағала адамға постоянно жақсы нәрсе істеу керек па? Білмейсің, иә? Ол кісінің идеясы соған келіп қалатын сияқты да. Постоянно, Алла Тағала қаласа жамандық жасай ма? Жасайды. Постоянно жақсылық жасау дегеніміз бұл муътазилиттердің идеологиясы да. Постоянно жақсылық жасайды деген сөз, бұл сен дұрыс әңгіме сияқты да, вроде бы. Алла тек қана жақсылық. Әдемі. Бірақ бұл жерде проблема бар. Қандай проблема? Сен Алла Тағала постоянно жақсылық жасайды деген ол өзінің қалауын істей алмайды деген сөз ғой. Ол бір вынужденно бір нәрседен шықпауға да ол. Ол Құдайды әлсіз қылады да, ол Құдай болмай қалады да. Құдай ол сол кезде толық Құдай болады, когда ол любой нәрсе қалаған істей алған кезде. Алдында бір айтып айтсыз ғой маған, проблема ол Құдайдың бар екенін білдіретін нәрсе деп ше? Иә, бұл сенің өміріңде проблема болу керек, проблема. Так, бұл мен Алла Тағала мынандай шарт қылып тұр. Сынақ болуы мүмкін ол сенің өміріңде. Сенің өміріңде проблема болады ол. Неге проблема болу керек? Потому что Алла Тағала айтып отыр, проблеманы сен жақсы көресің ба? Жақсы көрмейсің ғой. Алла Тағала сен жақсы көрмейтін нәрседе орын алады дейді. Мен бармын дейді. Мен қалауым ол дейді. Оны постоянно мына бүйтті, мына сөйтті дейтін болсаң, ол сен мен просто сұрағым келеді да, қайдан алдың? Құрметті жамаат, қасына барып жүрген адамдар болатын болса, сұраңыздаршы, қайдан алдың? Ханафи мазхабының, Матурidi ақидасының, классикалық еңбектерінің қайсынан бұл сөздердің бәрін алыпты? Сен шариғат ұстанып отырсың ба, әлде тылсым күшті, жақсы әдемі сөздерді ұстанып отырсың ба? Сен шариғатты ұстанып отырсың ба, шариғаттың мамандарына кел, исламның мамандарына кел, саған айтып береді. Мынау былай. Бірақ егер сен тылсым, әдемі күш, сенгің келетін нәрсе болатын болса, ол дін емес, ол сенің өзің жақсы көретін нәрсенің артынан еру. Ол кісіден сұраңыздаршы, қайдан алды? Жауап берсінші, қайдан алды? Бұл қандай еңбектерден? Және официальный, ресми Матуриди, Ханафи мазхабының ақида кітаптарынан алып келсін. Табылады деп ойламаймын мен ол кісіні. Келесі сұраққа берейін бе? Қойып тұрсың ғой. Макс, бір сұраққа жауап берейік, сонымен болды ма?
иә давайте онда соңғы сұрағым қойып жалпы негізінде бізде сұрақтардың бір 30% ғана қойылды, жалпы негіз айтып отырмын да. Келесі выпуск шыққанын қаласаңыздар, онда обязательно комментарийға жазыңыздар. Егер де кімдерде осындай бір сұрақтар болса, ішкі өзіне оқиғаға байланысты, осы психосоматикаға, соның айналасындағы нәрсеге қатысты бір сұрақтар болса, болмаса Нұржан ұстаздың Instagram парақшасына жазсаңыздар болады, немесе комментарийға жазсаңыздар болады. Сол бойынша біз тағы да сұрақтарды жинап, келесі выпускты сіздердің қаласаңыздар шығарып бере аламыз. Және де келесі бір сұрағымыз тоже бір өзекті сұрақтардың бірі. Мысалы, әйел адам сезім мәселесін айтады да, әйел адам еркекке айтады да, мен Gucci сумка алғым келеді, Louis Vuitton алғым келеді дейді да, мысалға, или там қымбат бір көлік алғым келеді дейді. Бұл сезімді негіз маған Алла беріп тұр, и мен бұл нәрсені алу керекпін деген сияқты нәрсе болып тұрса, қалай болады бұл? Бұл адамны ихтиярсыз қалдыру деп аталады. Мысалы, менің ойыма, басыма бір ой келіп қалса да, осы Құдай бар ма, жоқ па деп күнәмін. Бұл Алланың беріп тұр ма? Болады моменттермен, когда сен таңдаусыз келеді, бірақ енді біреу мысалы сезіп тұр, то что ислам дұрыс емес, мен сездім, түсіндім, исламнан шығып жатса, енді ода да сезім ғой. Сол кезде оны Алла шығарып тұр ма? Жоқ. Енді сондай әңгіме шығады да, мен сезіп тұрмын, значит ол маған Алла беріп тұр. Онда кішкентай баланың күнде кәмпит жеуі дұрыс, ол сезіп тұр кәмпит жегісі келгенін. Сен кәмпит бере бермейсің ғой, оның сезіміне қарап та. Ол сен ақыл деген барса да, ақыл деген бар, сезім деген бар. Ақыл тұрды, сен сезім деген бөлек нәрсе да, мынау бөлек деген нәрсе. Сезіміңе салатын болсаң, сен любой нәрсені сезімге қаратын болсаң, зина дұрыс та саған. Кайф қой, қандай проблема зинада? Дұрыс па? Ләззат па, ләззат емес па зина? Ләззат. Не, сезімге салатын болсаң ләззат. Бірақ ақылыңа салатын болсаң, ол дұрыс емес та шариат, ислам. Сондықтан да сам по себе сезімге салу деген, мен қараш, сезім бұл Алладан деп айту, бұл былайша айтқанда адамда выбор жоқ. Мен мысалы біреу айтса, мен сездім, ол біліп тұрмын, ол кісі деймін да, осы сөзді айтқан кезде қандай последствия екен. Ол кісі сезім және нәпсі деп бөледі да екіге ше бүйтіп, короче. Сезім ол былай айтқанда қарын ашады ғой сізде. Сіз барып сол қарынның ашуын сезесіз ғой, барып тамақ жейсіз. Бұл Алладан дейді, түсінесіз ба? Ал бағанандай нәпсі, ол бағанандай бір сондай бір дұрыс емес нәрсе. Жақсы, сезім дегеніміз афхалюл муртаиша деп бөлетін жан мүмкін, который мынандай амалдар бар, который бізде біз қаламасақ та келетін. Қорқыныш бар ғой бағана, бұл Алладан. Егер ол сенен де емес даже ол Алладан негізі. Енді қара, мен саған айтайын, егер сенің мысалыңда мен машина алғым келіп тұр, мен сезіп тұрмын, соны алуым керек, өйткені дұрыс ол Алладан деп айтатын болсаң, дәл осы себеп машина алу деген. Сөйтіп айтады ма, қандайға қатысты айтады ол? Машинаға қатысты айтады. Машинаға бұл онда ол дұрыс ажыратып тұрған жоқ ол кісі. Өйткені бұл мәселе сен машина алғым келіп тұр, значит алам деген сезім, бұл любой басқа амалға да қолдана бересің, который мәселен қалай айтсам болады екен, мысалда енді андай кішкентай су бар, тұрады, қымбат су бар да, ысырап та енді қымбат су тұрып, мен сезіп тұрмын, жақсы. Машинамды айдау, мысалы, сезіп тұрмын деген нәрсе дүние, ол істеуім керекпін, потому что мен оны сезіп тұрмын деген дұрыс емес нәрсе ғой. Сам по себе. Енді мәселен кішкентай бала тұрады да, или болмаса біреу тұрады да, кімде сахар бар да, ауру. Мен кәмпитті жегім, мен сезіп тұрмын, бұда пайда бар деп. Сөйтіп жей беретін болса, пайда бола ма? Сезімге қолуға болмайды. Айтып тұрмын ғой, шариат, саған либо ислам, либо сен сезіммен жүр. Егер сен исламмен мұсылманмын дейтін болсаң, сен онда исламмен жүр. Онда сезім сен рөл ойнамауың керек та. Определенный стандартизация бар да, сен сонымен жүруің керексің. Егер сен определенный стандартизация емес, өзіңнің сезіммен жүретін болсаң, онда сенің сезімің саған шариғат. В общем, сам по себе сезім маған келіп тұр, бітті, ол дұрыс, ол істелу керек, ол Құдайдан деп айту, онда сенде ихтияр қалдырмау. Мысалы, машинаны алып алмау, машинаны алуды қалау қаламау, адамның таңдауы ма? Адамның таңдауы жүретін дүние ма? Адам таңдау жүреді ғой. Енді сен бұны осы таңдауды Алладан десең сен. Значит, сенің таңдауың емес, ол Алланың таңдауы оқылады да. Алланың таңдауы дегеніміз сенде ештеңе таңдау жоқ та, сен уже бәрі не істемесең де ол Алланың таңдауы. Мен ананы сезіп тұрмын, Алланың таңдауы. Мынаны сезіп тұрмын, Алланың таңдауы. Онда сен түбінде біреу келеді де саған айтады, мен зинаны жақсы екенін сезіп тұрмын, маған ренжіме дейді болды. Не дейсің сен оған? Оны Алла берді дейсің болды. Енді түбінде келеді соған ол.
жабрия деген ақыл. Жалпы мен бұл кісіде не систематичен жоқ, бір усул жоқ, усулуддин жоқ. Ол кісі просто мен ойлаймын енді Алла сақтасын, ол кісінің жүрегіндегін Алла біледі қандай екенін. Бірақ сыртқы кейіпке қарайтын болсақ, сыртқы мен өкім беретін болсақ, ол кісі зрительдердің несін аулаймын деп көп нәрсеге беріп қойған сияқты ақидада. Рух тағдыр мәселесінде көп кіреді. Рух тағдыр мәселесіне көп кіру мамандықсыз ол үлкен проблема. Ғалымдарымыз айтады, мына ақылдың дейді 3 деңгейі болады. Бұны имам Баркауи Тариқатул Мухаммадия деген еңбегінде айтып жатыр. Айтады, ақылдың 3 деңгейі болады. Ең дұрысы дейді муътадил, ортаңғы ақыл дейді. Кішкентай ақыл болатын болса, кішкентайға дәрежесі ақыл болатын болса, бұл ақ пен қараны дұрыс ажырата алмай қалатын дейді. Ең көп ақыл болатын болса, бұл сондай ақыл, который кіріспейтін нәрсеге кірісе беретін ақыл дейді. Бұл жаман ақыл дейді. Ол қандай? Алланың тағдырына кіру, муташаби аяттардан батыни тылсымдарды шығара беру. Ол дұрыс емес ақыл да ол. Ол дұрыс емес ақыл ол. Сондықтан да мен айтатын едім, негізі ол кісіге егер жауап бере алса, негізі именно сол кісіге айтып отыр ғой. Мен енді бір мұнафиқ болып біреуді атып мегзегендей конкретно айтып отырмын мен негізі. Ол кісіні тыңдайтын адамдардан сұраңыздаршы, бұл сіздің дініңіз неге өйтіп айтты, қайдан ол кісі алыпты, сұраңыздар, сұра. Айдархан, сұрау керек, адамдарға да айтып жатырмын мен, сұраңыздар, бұл дінің сенің, ол қайдан алып жатыр ол кісі? Сезім ба, кім өз сөйлесіп жатыр ма, қайдан алып жатыр? Шариғат бұл ислам бұл, бұда еркіндік жоқ сенде. Мен осылай ойлаймын, бұл былай, мен осылай ойлаймын, мен былай деген сен үкімдерде еркіндік жоқ. Бізде үкімді тек қана ғалымдар береді болды. Былайша айтқанда бұл кішігірім андай жауапкершілікті өзінен бүйтіп ысырып тастау деген сияқты да. Былай айтқанда әрбір себеп іздей береді ғой, әр жақтан мысалы бананда Құран жаттауға жаттай алмай жатса, бұл менікі емес деген сияқты уже андай жауапкершілікті Аллаға лақтырып тастай береді былай айтқандашы, и өзінде бір сынақ болады-ау деген сияқты бір сезімді. Айдархан, бұл дегеніміз адам сынақ болмайды. Мысалы, сенде сынақ болады да, сен сынақты жеңу арқылы кетесің ғой. Шыңдаласың. Шыңдаласың да, ол сынақ саған сабыр береді. Аюб алейхиссалам ауруды не үшін берген? Сынақ қой. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ауырған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ауырғаны бұл оған бір белгі. Ол пайғамбар ауырды. Ол сынақ болуы мүмкін, ол басқа нәрсе болуы мүмкін. Кейде бір адам болуы мүмкін, то что ол элементарно немеді, маскамен жүрмеді. Өткен бағана айтып отырмын ғой, біреу ауырады, егер жөтел шығады, егер адамның ішіндегі сөздер қалып қалатын болса, тамақ ауырса бағанандай ішіндегі бір нәрсе шықпай қалғаны деген сияқты ұғымды. Қаяқтан алды? Көрді ма, көріп тұр ма тамағын ашып, или ақылмен білінбейді. Қайдан алды? Хабар мұтар бүкіл әлемге Құранның аят айтып тұр ма оған? Қайдан алды? Бұл страшный әңгіме ғой, өзінің ішіндегі каждый тамақ ауырғанға барып айта береміз ғой, не жасырдың? Не жасырдың? Бір нәрсе айта алмай жүрсің ба? Ол бейшара, менің кішкентай балам сөйлей алмайтын, әлі тамақ ауырса, ангинамен ауырып жатса, ол дәл сөйлей алмайды ол. Оны айтпайсың ғой, не жасырдың деп. Апасына бұл әңгіме, ақиданы білмей айтып жатқан апасына әңгіме. Мен негізі тыңдап жүрген адамдарға кеңес беретін. Негізі кеңес беретін тыңдамауға. Тыңдасын, ол кісі айтсын, өтірік айтпауға шақырсын, ананы сыйлауға шақырсын, бірақ шариғи үкімдерді беруге ол былай, оның хақысы жоқ негізі. Егер хақысы болғанның өзінде де, егер ғалым бір жерде оқыған болған өзінде де мен ойламаймын, мынандай сөздер айтатын еді. Алла біледі, енді мен топырақ шашқым келмейді, но амалдарына қарап үкім беріп жатыр. Жақсы. Ұстаз, сізге рахмет, Алла разы болсын. Саған да рахмет. Жұмыстарыңызға береке берсін. Жалпы подкастымыз бізге сіздерге ұнаған болса, онда обязательно бізді қолдап кетіңіздер. Нұржан ағам Instagram парақшасын тіркеліп қойсаңыздар болады. Жалпы миссиямыз бір, былай айтқанда, аға миссияңыз қандай? Алланың разы болсын. Бағанағы мәселені қайта айтып өтейін. Егер де сіздерде бір осы салада жүрген шәкірттер болсын, осы кісіні тыңдап жүрген адамдар болсын, бір күмән туындап жатса, сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға немесе Нұржан ұстазға жазсаңыздар болады. Instagram парақшасын қалдырамыз. Сол сұрақтардың бәрін жинап, келесі бір чайсы шығаруға дайынбыз. Жақсы. Мен бір айта кетейінші, мен ана кісі ренжімесін, мен кісінің затына ештеңе айтып жатқан жоқпын, кісіні танымаймын да. Тек қана менің бағам шариғи ислам тұрғысынан оның сөзіне ғана болды. Біз жалпы ол кісіні емес, жалпы бүкіл сол психосоматика деген теманы айтып жүрген адамдардың бәрін зерттедік. Тек қана ол кісі емес, жалпы айтып отырмыз. Жалпы ұғымды сынға беріп отырмыз деген сияқты ғой. Просто ол кісіден мен негізі қатерді мынандай жағынан, ақида тұрғысынан көп адамдар дұрыс түсінбеу мәселесін көріп тұрғаннан кейін сол кісіге негізі айтып жатқан бағытым бар. Бірақ мен ол кісінің жеке өзінің мінезіне, затына, ол кісі жақсы адам шығар, затына ешқандай претензиям жоқ менің. Түсінікті. Жақсы, онда келесі көріскенше бізбен бірге болыңыздар. Жақсы, ассаламу алейкум.